Сәлем достар, бүгін сіздермен өте ерекше болып шығатын дәмді тары қосылған сметаникті дайындайтын боламыз. Ең алдымен осылай жуылған тарымызды ыстық сүт үстінен құйып, бетін жауып қалдырамыз. Келесі бізде қант және жұмыртқамызды жақсылап араластырып аламыз. Сосын құрғақ заттарымызға ұн және сары май, разрыхитель барлығын қолымызбен араластырып, жұп-жұмсақ етіп қамырымызды дайындаймыз. Үстіне жұмыртқамызды да салып, жұмсақ болғаннан кейін холодильникке 20 минутқа қалдырамыз. Келесі бізде начинкасына осындай 20% сметана, 2 жұмыртқа, қант және де осылай тарымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Артынша соңында 2 ас қасықпен кукурузный крахмалды да салып, басын біріктіріп, кез келген формаға салып, 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Пирог піскеннен соң, артынша суытып, болғаннан соң барып кесетін боламыз. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шығады.